Жақсы оқу үшін асыл суыныш. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сіздермен бірге Жұлдыз Бақытбекқызы. Бүгін біз сіздермен аспан денелері қалай зерттеледі деген тақырыпта сөйлесетін боламыз. Бүгінгі таңда жер бетінде 7 миллиардқа жуық адам өмір сүріп жатыр. Мұндай қарқынмен өсе беретін болса, адамзат жерге сыймайтыны хақ. Сондықтан дамыған елдер бірлесіп, ғарыш кеңістігінен өмір сүруге ыңғайлы қоныс іздестіріп жатыр. Жақында америкалық ғарыш орталығы NASA қызметкерлері жерге ұқсас ғаламшар тауып, онда су бар екенін анықтады. Өмір сүруге ыңғайлы бір ғаламшар 2007 жылы табылған болатын. Одан бері оның саны 500-ге дейін жетті. Бірақ адамзаттың аяғы әлі жете алмай жатыр. Кеплер 22В деп ат қойылған жаңа ғаламшар адамның өмір сүруіне қолайлы көрінеді. Өйткені оның күн мен ара қашықтығы ғаламшардың бір температураны ұстап тұруына жағдай жасайды. Зерттеушілердің айтуынша, жаңа ашылған ғаламшарда ылғал көп, бетіндегі температура плюс 22 градусты құрайды екен. Өте қызықты ақпарат болды. Енді оқушылар, сіздердің кітаптарыңыздағы 7-ші тапсырманы бірге жасап көрейік. Ғаламшар планета, телескоп, аспан шырақтарын бақылауға арналған астрономиялық құрал. NASA бұл Америка құрама штаттарының аэронавигациялық ғарыш басқармасы. Кеплер 22В үлкен көлемді планета. Болашақта бәлкім осы планеталардың бірінде тұрып қалуымыз әбден мүмкін. Оқушылар, бүгін біз сіздермен сан есімнің жазылу емлесі туралы сөйлесетін боламыз. Яғни сан есімдер қалай жазылады екен? Күрделі сан есімдер бөлек жазылады. Мысалы 165, 293 тағы басқа. Цифрмен жазылған сан есімге қосымша дефис арқылы жалғанады. 36-шы үйдің 5-ші пәтері немесе 5-ші пәтер. Реттік сан есімдер араб цифрмен жазылса, ыншы жұрнағының орнына дефис қойылады. Ал егерде рим цифрмен жазылатын болса, дефис қойылмайды. Осыған мән беріңіздер. Мысалы, 5-ші сынып, 2-ші қабат дефис арқылы жазылады. Ал егерде рим цифрмен жазатын болсақ, 5-ші сынып, ол кезде дефис қойылмайды. Күн, жыл аттарымен тіркесіп келген реттік сан есімдер араб цифрмен жазылса, дефис жазылмайды. Мысалы, 2017 жылдың 22 наурызы, ешқандайда дефис қойылмайды. 2, 6, 7 деген сандарға жинақтық сан есім жұрнақтары жалғанғанда түбірдің соңындағы ы дыбыстары түсіп қалады. Мысалы, 2, екеу, 6, алтау, 7, жетеу. Яғни дыбыстары түсіп қалып тұр. Болжалдық сан есім цифрмен жазылғанда қосымшалар дефис арқылы жазылады. Мыңдаған адам жиналды, сағат 5-терде келді. Яғни мың деген сөзінен кейін дефис қойылады. Қосарлану арқылы жасалған болжалдық топтау сан есімдер сөзбен жазылса да, цифрмен жазылса да, арасына дефис қойылады. Мысалы, 10, 15, 40, 50 үй. Яғни қосарланып келсе, цифрмен жазылса да, сөзбен жазылса да, арасына дефис қоясыздар. Болжалдық сан есім жасайтын шамалы, шақты, тарта және бөлшектік сан есім жасайтын жарты, ширек сөздері тіркескен сөздерден бөлек жазылады. Мысалы, 10-ға тарта, 2 жарты. Есептік, реттік, жинақтық сан есімдер зат есімше септеледі. Мыңның бірі 5-шіге көшті, тағы басқа. Оқушылар, сонымен біз сіздермен бүгін сан есімнің жазылу емлесі туралы сөйлестік және кітаптарыңыздағы бір тапсырманы бірге орындадық және қызықты тақырыпта сөз қозғадық. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Мидың белсенді жұмысы үшін күніне 1,5 литр су ішу керек. Жақсы оқу үшін асыл суыныш.